Қайырлы күн менің тыңдармандарым. Бүгінгі тақырып жұмыс істейтін жастарға арналған жалдамалы пәтер. Яғни осы 2019 жылы тұңғыш президентіміздің жастарды қолдау мақсатында ұйымдастырылған бағдарлама. Осы 2019-2021 жылы қараша айында болады. Осы бағдарламаға қатысу үшін қандай шарттар, талаптар керектігін айтып өтемін. Тұрақты жұмысы бар 29 жасқа толмаған, яғни ол тапсырыс берушіні 29 жасқа толмаған болу керек. Ал егер де оның әйелі немесе жолдасы 29-дан асып кетсе, ол қатысу мүмкіндігі бар. Және тұрақты жұмысы болу керек. 6 ай пенсионный фондтан анықтама алып келеді, яғни 6 ай бойы жұмыс істеген туралы анықтама. Содан кейін соңғы 2 жылда тұрақты тіркеуі болу керек. 2 жылда үзбей тұрақты тіркеу, яғни 1 жыл тұрып, 1 жылдан кейін 3 ай басқа жақта тұрса, соң қайта прописка тұрса, ол саналмайды. Және артында меншік құқығы тіркелмеу керек. Меншік құқығы өзінде де және әйелінде, балаларында болмауы керек. Артында үй немесе жер болмауы тиіс. Содан кейін төлем қабілеттілігін растау. Минимум 116.680 теңге. Ол 40 АЕК. АЕК дегеніміз айлық есептік көрсеткіш. Осы төлем қабілетін растай алса, қатысады. Егер де осы сумадан аз болса, ол кезде қатысу мүмкіндігі жоқ. Және 5-ші банктердің бірінде депозиттік шоты болу керек. Шот міндетті түрде. Отбасы банктен немесе Каспий банктен, ол банктерге байланысты емес, ең бастысы депозит ашылса болды. Яғни ол депозиттің ішінде қанша бар екені емес, ол неше жыл, 3 жыл ма, 4 жыл ма, соны қарап есептейді, балл береді. Осыған қатысқаннан кейін, яғни осы 5 жылдың ішінде, осы үйді алғаннан кейін 5 жылдың ішінде үйге ақша жинап, өзіміздің үйімізге ақшамызды жинаймыз, содан кейін үй аламыз. 5 жылдан кейін босату міндетті. Және мен сіздерге осы бағдарламаға қатысып, үй алуларыңызға тілектеспін. Міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Жастарға арналған жалдамалы пәтердің ішін көрейік. Мінекей бізде коридоры. Көріп тұрғандарыңыздай екен. 51 метр квадрат бұл жерде. Бір комнаталы. Натяжной потолок, және пол, обой, бәрін дайын күйінде береді. Қыстың күні жылы, отопление жақсы. Балкон. Және бізде ұзын обойы кеткен балкон. Мінекей. Айына 6500 теңге арендаға кетеді. Коммуталға 10.000 теңге төлейсіздер. Сол 5 жылдың ішінде тұрасыздар, ақша жинайсыздар. Мұнда ванна, туалет, жылы суық су бәрі бар. Ас бөлме. Басыңыздар, өкінбейсіздер, ақша жинайсыздар. Яғни барлық жағдай жасалған. Міндетті түрде қатысыңыздар.